Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін хит болған ходжели мантысының рецептісімен бөлісемін. Өте дәмі керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді және лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырына ұн, жұмыртқа, жылы су және тұз қажет. Жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Мен термомиксте 20 секунд скорость 3,5-мен басып алдым. Қолмен басуларыңызға болады. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Қамырымыз дайын болған соң, ары қарай жуамызды турап дайындаймыз. Салмасына менде фарш және жуасы. Жуа салдым. Тек қана жуаның өзін салсаңыздар жеткілікті. Артық нәрсе салудың қажеті жоқ. Жуаны көбірек салсаңыздар, сочный дәмді болып шығады. Және дәміне қарай тоз боршымызды саламыз. Бұл тағам көбіне Қарақалпақстан, Өзбекстанның тағамдары ретінде көп қолданылады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және қамырымызды дайындап, 2 бөлікке бөліп аламыз. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақша контенттің көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Қамырымыз осылай видеодағыдай жұп-жұқа болып жайылады. Өзінің ерекшелігі осында. Және қамырымызды 4 бөлікке 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Көлемі мантының көлемінен 2 есе үлкен болуы қажет. Оның өзінің ерекшелігі осында. Және фаршымызды азғантай етіп саламыз. Фаршымызды жайып видеодағыдай бүктейміз. Және мантоварка кассетімізді майлап, әр қайсысының үстін майлап шығамыз. Барлығын осылай майлап шығамыз және суымызды қайнатып алып, үстіне салып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Біздің ходжелиіміз дайын болғанша, біз соус дайындайтын боламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, және кішкене паприкамызды саламыз. Ходжелиіміз дайын болған соң, ыстықтай үстіне соусымызды жағып шығамыз. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасыма ұнаған өте керемет тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.